5-ші айға кетіп баратыр. Мирболат Бишулинов Мырзатайұлы түрмеде отырғаны. Оның жазығы осы Қазақстанның тұрғылықты ұлты бола тұра өзі барған мекемеден қазақ тілін жауап беруді талап етті. Ол 7-ші бапта ешқандай оны қылмысқа апаратын іс емес. Медеу ауданында 4 жылға бас бостандығынан айырып отыр. 27 қаңтар күні осы қалалық сотта сот болады. Келіп бәріңіз қолдауларыңызды өтініп сұраймын. Міне 4 баласы келіп отырмыз. Қалалық соттан әділ шешім күтеміз. 4 баласы, екеуі кәмелеттік жасқа толмаған. 4 жыл Мұхамеджан деген Медеу ауданының соты үкім шешіп отыр бас бостандығынан айыруды. Оның бар талабы осы Қазақстанның негізгі ұлты қазақ бола тұра қазақ тілінде сөйлеуді талап еткен үшін 4 жыл бас бостандығынан айырып отыр. Енді 27 күні бұйырса сот осы қалалық сотта. Біз қалалық соттан әділ шешім күтеміз. Мына 4 баласын мектепке мына кішісін тасып жүретін. Қазір баланың үйге ақша табу да менің мойнымда, баланы мектепке апару да менің мойнымда. Егер әділетті сот болса, бас бостандығынан айырмауды сұраймыз. Бостандық талап етеміз. Бостандық талап етеміз.